Сәлем достар, сіздермен бірге мен Альбина. Бүгін мен сіздермен өте дәмді Наполеон тортының ең қарапайым дайындалу жолымен бөлісетін боламын. Видеоны міндетті түрде соңына дейін қарап, егер рецепт ұнаса, комментарий, лайк қалдырып отырыңыздар. Ең әуелі кәдімгі қарапайым қатпарлы қамырымызды алып мүлдем жаймаймыз. 180 градуста 20-25 минут көлемінде пісіріп аламыз. Осылай екі жағын қызартып пісіріп алғаннан кейін осылай ортасын екіге бөлесіздер, немесе бөлмейде ең әуелі сыртындағы қабыршақтарын алып аламыз. Мен бірінші осылай екіге бөліп алдым, кішкене оңай болу үшін, және оның сыртындағы қатпарлы қабыршақтардың барлығын осылай бөліп алдым. Бұл қазір біздің тортымыздың сыртына декор жасауға қажет болады. Осылай екінші бетінде аударып, осылай барлық қабыршақтарын бөліп алдым. Және әрі қарай тағы да 160-180 градуста 20-25 минут көлемінде тағы да пісіріп аламыз. Достар, міндетті түрде жасап көріңіздер, өте оңай, өте қарапайым әдіспен жасалынады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Енді біздің тестамыз пісіп шыққанша арасына жағатын кремді жасаймыз. Ол үшін осылай қоюланған сүт, яғни сгущенкаға бөлме температурасындағы сары майымызды салып, жақсылап араластырамыз. Бір келкі масса болғанша араластырыңыздар. Достар, видеоны міндетті түрде соңына дейін қарап, егер рецепт ұнаса, өздеріңізді сақтап алыңыздар. Және де міндетті түрде каналға жазылып, қоңырау белгісін басып қойыңыздар. Сол кезде менің жаңа видеомның барлығы сіздерге бірінші болып көрінетін болады. Енді кремді осылай араластырып болғаннан кейін пісіп шыққан тестамызды суытып аламыз да, және тағы да қатпарлы қабықтарын бөліп аламыз. Өте оңай, әрі өте дәмді болып шығады. Өте қарапайым, тіпті мектеп оқушысы дайындай алады, сондықтан сіздер де дайындап көріңіздер. Осылай барлық қатпарлы қабықтарын бөліп аламыз да, әрі қарай әр тестаны осылай үшке бөлеміз. Достар, осымен біз қамырдың тестамыздың сыртындағы қатпарлы бөліктердің барлығын бөліп алды. Бірінші қабатын толығымен. Енді әрі қарай осылай екі бөлікке бөлінген тестаны осылай тағы да үшке бөлеміз. Екіге бөлінген әр тестаны үш-үштен бөліп алғаннан кейін, видеода көрсетілгендей, алдын ала бөлініп алынған сыртқы қытырлақ қабықтарын осылай ұсақтап аламыз. Осылай крошка дайындаймыз. Бұл қазір бізге торттың сыртын әрлегенге керек болады. Осылай крошканы дайындап болғаннан кейін, енді әрі қарай тортты жинаймыз. Осылай әр қабатты қойып, арасына кремді жағамыз. Көріп тұрғандарыңыздай достар, дайындалу жолы өте қарапайым. Максимум сіздің 1 сағатыңызды ғана алады. Және 1 сағатта өте керемет, өте дәмді торт дайын болады. Тіпті кішкентай балалардың өзі сүйсініп жейді, себебі құрамында сгущенка болғандықтан өте дәмді, өте керемет болады. Осылай барлық жеріне жеткізіп, крем дайын жағып шығамыз. Достар, осымен біздің Наполеон тортымыз дайын. Енді әрі қарай тоңазытқышта бір түнге қалдырасыздар. Сол кезде өте жұп-жұмсақ, нәп-нәзік кәдімгі Наполеон тортымыз болып шығады. Видеоны соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Астарыңыз дәмді болсын.